Ол өтірік ауырған болып жерге жата кетеді. Жерде жатады да қоянды шақырады. Қоян жанау, қоян жан, неге сонша жорттың? Бала кезден бір торғайды бөліп жеп өскен көрші едік қой. Мен ғой ауырып жатырмын. Жақынырақ келсеңші, қоштасайық, дейді түлкі. Сонда қоян оған былай дейді: екі құлағым сенде, екі көзім де өзіңде тұр. Сен етті жақсы көреді дейді ғой. Сол рас па? Рас болғанда қандай? Тіпті ет жемесем, басым ауырады, дейді түлкі. Міне, осыныңыз жаман ғой, депті қоян. Иә, соған өзім де қынжылып жатырмын. Кеше бір тауықты жеп қойып едім. Енді оған жаным ашып, тіпті жылап та алдым. Өйткені ол да тірі жүргісі келеді ғой. Ой, шіркін, өмір-ай, деп түлкі өтірік мүләйімси бастайды.